Бүгінгі күнде қазақ қоғамында мына Конституцияның жаңа жобасы қызып талқылануда. Оның іші біздің Павлодар ауданында өз үлесін, өз пікірлерін халыққа айтылуда. Мен мына жаңа жобаның Конституцияның 30 бабына тоқталғым келеді. Ол неке туралы, отбасы туралы айқын көрсетілген. Біздің қолданып жүрген Конституциямызда 27 бабында мына неке туралы бабы тармағы көрсетілмеген. Өйткені тек қана мына 3 тармағы балалардың құқығы, ата-аналардың құқығы және де ата-аналардың жұмысқа еңбекке жарамсыз болғаны мына кәмелетке толған балаларға мысалы міндеттеледі. Ал енді осы жаңа жобада шынымен де мына неке заңға сәйкес мемлекетте тіркелген ер мен әйелдің ерікті және де тең құқықты одағы деп көрсетілген. Өте орынды. Сондықтан бұл бап ата заңымызға деңгейіне көтеріліп, және де біздің мемлекетіміз зайырлы мемлекет қатарына шынымен де қосылуға осы бабымыз, осы ата заңымыз көп септігін тигізеді деп ойлаймын.